Енді бұл айтып кеткеніміздей, ислам деген былайша айтқанда бұл дін емес. Ислам деген мынау 40 парыздың ішінде 7 иман деген серия бар. Сол 7 иманның разработкасы ғой, былайша айтқан кезде. Мына жердегі мына көптеген амал иелері мына Құран дегенді сондай немен шатыстырады өзі жаңағыдай. Бұл исламның діні деп ислам діні деп не қылады да. Бұл айналып келген кезде бұл жерде жаңа періштелердің разработкасы бар. Анау калиман шахадат куәлігі бар, удостоверение. Сосын жаңа 7 иман кітаптарға сену, ортаңғы вибрация дейміз, ең высокий вибрация дейміз. Сосын 36-та 036-та осындай цифровое изучение, 18.000 қаламның аты бар ғой, бұл жерде жаңа Пифагор таблицасы. Мінекей осында разработкалар бар бәрі. Осылардың бәрі айналып келеді дағыны ислам деп аталады. Бұл расында бұл ешқандай да дін емес, бұны религия дейді. Уағалейкум ассалам. Болат аға. Бұны религия деп атайды. Яғни 360 градустықта жаңағы айтып өттік. Бұның жаңағы жиілігі, жылдамдығы. Несі жаңағы привет. Сайко брат кірді. Айтып кеткеніміздей 360 градустық тілдің жылдамдығы деп айтып кеттік. Бұл енді жоғарғы вибрация ғой. Одан кейінгісі ортаңғы вибрация 180 градус. Несі 0,880 дейді. Жаңағы былайша айтқан кезде микрокосмос пен макроклеткалық таным ретіндегі нелер ғой, дүниетанымдар ғой. Мінекей осылай кете береді. Енді бұл жердегі айтып өткеніміздей 36-тан 0,36 факторы бұл знание ниже пояса, свыше коленей. Бұл мына жердегі мына исламда дін деп шатасатындардың көбісі қияметке дейін сынақ жіберілген кезде осыны тілге байлап берді да бізге. Тілге байлап берді да, мінекей енді осыдан уже дәріптеушілік мәнерде болғандықтан оң мен солдан ажыратпаса мына жаңағы ғылымның негізгі несі 40 парыздың ішінде 1% ғылым іздеу несі бар ғой, мәнері бар ғой. Мінекей осы негізде келген кезде бұларды мынау 36-тан 0,36, сосын функционирующий дейді. Бұның энергиясы звуковой эхо 360 градустық темаменен ал деген түбір сөздің былайша айтқанда генетикалық несі ғой, жаңа запись копчика дейміз ғой. Осы негізде бұлар кәдімгідей қайталана береді. Сонда бұл мотив созданиядан келеді дағыны 36-тан 0,36-ның темасы белден асып бастан асыра дәріптеліп кетеді. Бастан асыра дәріптеліп кетеді дағыны, мінекей осыдан келеді дағыны, бұлар уже безразборно жаңағыдай. Со скоростей света секундтың ішіндегі секундта ешқандай неге айырамайды дағыны. Сонымен кете береді. В общем, былайша айтқанда звуковой эходан тәңір жасап алады ғой. Ешқандай неғылмайды. Міне енді осының жаңа кешегі мынау Совет одағындағы қоғам дейміз ғой, СССР. Осы нәрселерге разработка жасалып, осының оңы мен солын айырып берді дағыны. Бұл 18.000 қалам таблицасы 180 градус дегенде 0,880 0,880 дейді. Осы параметрменен жаңағы координатный измерениені шығарды. Координаттық измерение дейміз, енді жаңағы советский паспорт, удостоверение дейміз, тағысын тағылар. Мінекей осыменен бұл әке мен шеше деген измерениемен оң мен солды айыратын сондай бір нәрсе разработканы шығарып берді. Ендігі кезек бұл ықылас комплексі бұл қазақ даласында жүйелену керек деп отырмыз. Ендігі кезек бұл мынау неде? Мына біздің қазақтың кодына кеп тіреледі.
Яғни қазақтың кодына кеп тірелді деген сөз уже ықылас комплексі бізде деген сөз. Осы мына қазақтың көпшік қожайындарының индексіне кеп тіреледі. Енді осы темаға келген кезде бұлар уже тәңіршіл болып, сосын жаңағы намазхандар болып уже бөлініп кетті бұлар уже. Енді бұлар енді мына 360 градустық жылдамдықтап кәдімгі бір-бірін отап жатыр тілмен ешқандай. Былайша айтқанда без микрокосмосындағы синтеза деп. Синтез жасамайды, жаңағы ғылымның 1% үлесін жауып тастаған. Оңы мен солды ажыратуым жоқ. Бітті. Былайша айтқан кезде зуылдап айтайын деген ақпаратыңды, айтайын деген нәрсеңді түгелдей тілмен орып, бәрін жайпап деген. Былайша айтқанда тажалдың индексіне жұмыс істеп жатыр. Енді бұл жерден бір мағыналы дүние, бір тәлім тәрбие алатындай нәрсе жоқ. Былайша айтқан кезде. Мұсылман деген сөздің аудармасын, былай терминологиялық мән мағынасын айтып кеттік. Аналыққа қызметші деген мағына береді. Енді одан кейінгісі жаңағына христиан дейді ғой. Христиан дегенде бұл мына разработканың мәнінде бұл неге мына ортаңғы вибрация 180 градустық ненің ішіне кірмейді вибрацияға. Там не деген, христиан деген, мұсылман дегендер. Бұлардың бәрі мотив созданияда қалатын нәрселер. Егер ананың жаңағы несінің вибрациясын алып кеп 18-дік жаңағы 180 градустық неге салатын болса, дәлел дейміз ғой, енді дәлелге тартатын болса, мұсылман деген сөздің аудармасы аналыққа қызметші болып кетеді, христиан деген бұл уже әйел адамға міндеттеліп кетеді. Не себепті? Өйткені інжіл қыз балаға арналған ілім. При скрещении, амалдастыру негізінде бұның разработкасы неке таңбасы. Екеуін некелестіріп, бұлай айқастырып, амалдастырған кезде неке таңбасы шығады. Әке мен шешенің индексі шығады. Яғни біздер енді әке мен шеше десек, басқа ондық өкілден жоғарғылайлар папа мама деп жүр ғой. Мінекей осындай измерениялар шығады. Одан кейін бұл жерде жаңағы неке таңбасының несінде некелескен кезде бұл жерден ақиқатын көреді Алла мен Құдайдың. Енді бұл жерде мына өздеріңіз байқап жүргендей, өздеріңіз білесіздер мына неде. Қазір енді осы бұл кісілердің енді былайша айтқанда атын атап түсін түстеуге тура келеді. Өйткені мен айтпасам да бәрі де мына тиктокта неде бәрі де жүр ғой. Мысалы үшін жаңағы мына мұсылман деген сөзді мысалы мен аналыққа қызметші деген атпен аударып отырмын. Ал енді анау Тоқтар Абыз ағамыз сөз магиясынан жасап отыр. Мұсылман дегенде сөз магиясынан. Не себепті? Өйткені ол мұсылман деген сөздің өзі бұлай сөз магиясынан жасағанда бұндағы L дыбысы конструкция носительный таңба түсіп қап тұр. Көрдіңіз ба? L деген таңба. L деген таңба бұл мен жаңа айтып отырғанымдай знание ниже пояса свыше коленей. Ходовой часть, конструкция носитель и копчика носитель. Осы негізде келеді дағына бұл таңба түсіп қалған кезде бұл сөз магиясына ауысып кетеді 360 градусқа. Содан бұл келеді дағын, енді бұл мұсылман деген сатқын деп келеді. Тоқтар Абыз ағамыздың темасын қарасаңыздар. Намысым деп жаңа сөз магиясымен орап сөйлеу мәселесі туындайды. Өйткені не себепті? Бұның бұлай болу себебі мына қазақтың өзінің кодына қатысты нәрсе. Кодына қатысты. Қазақты бұлай да оқысан қазақ, бұлай да оқысан қазақ, орап сөйлеу, бұрап сөйлеу деген сияқты мотивтер. Бұл тіл мәнеріне байланған. Мұсылман деген бұл ақиқатында бұл жаңағы толық мәнінде қайдан шыққан? Жаңағына мына нелерді неке таңбасынан N деген таңба 11 саны. 11 саны цифровой нелер бойынша, реттілігі бойынша. 11 санынан басталып алады цифровой коды, несі алфавитный темасы N деген таңба. Бұл жерде мұсылман мен христиан деген ұғым осы разработкадан шығады. Енді былайша айтқан кезде аналыққа қызметші деп мен енді былай көркем тілмен айтып отырмын. Былай
былайша енді бұның негізгенде ақиқаттық мағынасы голая мания дегеннен шыққан. Яғни некелескеннен кейін бұлар уже кәдімгі конструкционный представительдердің уже тірлігі ғой енді. Көрпе астындағы тірлік деген сияқты бір көркемдік сондай бір мағынамен айтуға болады, айтуға келеді. Міне сол кезде жаңағы неке бойынша жасалатын бұл амалдың несі біреуі мұсылман, біреуі христиан болып аталады. Бұл жерде өйткені мынау X деген таңба туады да. Бұны уже ешқандай айтылмайды, не қылмайды, бұлай тілге тиек болмайды. Бірақ жаңағыдай бір көркем тілдермен, таңбалар өзегімен бұның бәрі осындай нәрселерге берілген. Өйткені бұл жерде мынау Құдай деген шығады да, ер адамның тәнінен. Бұл енді Құдай деген қаяқта десе, бұны жаңағы біреулер көкке шығарып жіберген Исаны жаңағыда Құдай деп одан тәңір жасап алған дегендей. Негізінде олай емес. Құдай дегеннің жалпылама ұғымы, оның жалпылама несі, мына әке мен шешенің измерениясынан кейін цикловой переходқа лақтырылады дағыны. Цикловой переходқа лақтырылады. Сосын кейін бұлардың кәдімгі несі анықталынады. Біздерде енді қазақтың тілімен айтсақ, мүшелік айналым дейді ғой. Астрологиялық нелердің ішінде 12 комплекстік жаңағы галактикалық шоқжұлдыздың айналымында айтылатын нелер бар, келетін нелер бар, тізбектер жыл бойына айналып отыратын. Соны бір мүшел деп атайды. Мінекей сол мүшелдік жасымен анықталады да, сосын оның переходына лақтырылады. Міне сол кезде Құдай дегеніміздің өзі сол кезде мынау әке мен шешенің бір қанаттық микрокосмостық индексі болып қалады. Сонда бұл да жаңағы мына Құдай деген қаяқтан шығады. Бұл уже былайша айтқан кезде жаратушы дейді ғой. Жаратушы дегенде уже бұлар мына кәдімгі қаяқтан іздеп жүр, мына 360 градустық неге секундтың ішіндегі секундтық жылдамдыққа жатып алып, оны не себепті даладан іздеп жүр, оны неге көктен іздеп жүр, оны неге жердің астынан іздеп жүр, неге ол ортаңғы вибрациядан жаңа микрокосмостық знания бойынша неге ол айтылмайды. Мінекей бұлардың ерекшелігі немесе мына қияметтің тәртібі бойынша оның жын екенін, шайтан екенін мінекей осындай нәрселерден ажыратуға болады. Осындай нәрселерден ажыратуға болады. Мысалы жаңағы анау неде тәңіршілдер мен нелердің айтыс-тартысында, мысалы үшін олар айтып жатыр, мысалы о дүние деген жоқ, жұмақ, жәннат деген жоқ, оның бәрі ертегі дейді. Жоқ, олай емес, ол ертегі емес. Сіздерді ұстап беретін, өздеріңізді соған апарып уже жаңағыдай тозақ пен жұмақ дегенде мына исламды қабылдаған кезде болатын нәрсе бұл. Қазір біздерді ұстап тұрған мемлекет деген система ғой. Кәлиман шахадаттың куәлігі, бірақ бұған Құран тіркелмей тұр, ана программасы қосылмай тұр. Популюсы деп айтылады. Популюсы факторы дегеніміз, міне кеше анау Фатиха сүресінің разработкасы Кеңес одағы бұның несін шығарып келіп кетті, измерениясын өмірге келтіріп әкелді. Ендігі мәселе мен айтып отырғаным, мына ықылас деген комплекс бұл қазақ даласында жүйеленуге тиіс деп отырмын. Өйткені Фатиха мен ықылас бірге оқылады ғой. Ал енді анау Фатиханың өзінің разработкасы мына неде Союздың Ресей жерінде өтті деп мен анау комменттерде де, роликтерімде де кейбір жерлерінде айттым болмаймын бұның несін. Не себепті десек, Кеңес одағын әлі былайша айтқанда әлі адам баласы түсіне алмайды. Өйткені бұл Ниса сүресінің негізінде, Ниса сүресі Құранда әйелдер деп айтылады. Сосын кейін мынау Ленин деген бұл періштелердің падишағы болып келеді. Былайша айтқанда енді солардың атеистік әлемнің пайғамбары десе де болады. Атеистердің пайғамбары. Ол неге? Не себепті олай? Өйткені бұл жерде бұл Ленинге берілген миссия, былайша айтқан кезде мысалы кешегі күнде мысалы Шыңғыс ханға қан белгісі берілді. Бұл алдыда күллі дүниені түгендей отап, бәрін турап, до кости очистил Шыңғыс хан. Сүйекке дейін тазалап кетті. Енді Ленин әйел адамның құқығын ер адаммен теңестірді, формула шығарып кетті. 40 парыздың ішіндегі 1% ілім бойынша. Бұлай ғылымның негізгі аумақтық территориясын ашып кетті да. Енді оны қазір онда түрлі жанрменен оны түрлендіруге де болады. Жер ананың құрсақ конструкциясын
несін шығарып кетті. Былайша айтқан кезде адам басымен жүйеленген кәллә бағдарламасының измерениесін шығарды. Бұл жердегі амалдардың барлығының да жауабы бар. Бірақ енді оны жаңағыдай тілге тиек етіп айтсақ, бүгінгі жас ұрпақтар бұны түсіне де алмауы мүмкін. Бірақ мына разработкадан өткен менің былайша айтқанда замандастарым бұларды қабылдай алады деп ойлаймын. Өйткені бұлар болды ғой разработканың ішінде. Біздің әке шешелеріміз болды кешегі анау Германия мен Совет одағының соғысы кезінде. Ол кісілердің шет жағасын көзін көрдік. Енді бүгінгі таңда бұлардың бәрі уже азайып бітті десек те болады, уже аяқталды. Ендігі мәселе уже бұл енді мына ненің былайша айтқанда кезек енді бұл бізге келіп тұр ғой. Қазақ деген елге келіп тұр кезек. Мінекей осындай темалар. Енді айта берсек көп, негізінен алған кезде мына жаңағы жоғарғы вибрация, бұл тіл, яғни шайтан деп аталады. Ортаңғы вибрация, бұл уже измерение періштелердікі деп аталады. Мынау уже 36-тан 0,36 микрокосмостық, былайша айтқанда мотив создания дейміз. Енді бұлардың рухтар, нелер, бұларды енді разборға разборға қоюдың қажеті болмайды 36-тан 0,36. Өйткені бұл енді белге қыстырылған немесе конструкционный носительдердің мотиві ғой, мотив создания дейміз ғой. Бұлар енді талқыға, соның кейін тағында бір талап қоюға, немесе жаңағыдай бір обсуждениеге кірмейді де, бұл жатпайды. Бұл уже әркімнің өзінің жеке несіне кіріп кететін, жеке басты құқығына тиесілі болып кетеді. Осындай нәрселер. Енді бұл жерде негізгі несі мынау ортаңғы вибрация ғой. Ортаңғы вибрация дегеніміз жаңағыдай куәліктендірілген, құжат алған, оқыған, оңы мен солын таныған дегендей. Кімнің қайда не екенін, орнын білетіндер, яғни танымға жеткендер, осылардың ішінен де шығады жаңағыдайлар. Минус пен плюске айырылады уже. Енді минус пен плюс дейтінді бұлар жайлы айтатын болсақ, негізінен алған кезде бұл жерде плюсовой деген позиция бар. По записам көпшік дейді. Бұған ешқандай ақша салынбайды. Бұлардан кәдімгі дүние зікірі алынады дағына, бұлар кәдімгі по плюсу дейді. Бұл жерде мен мынау алдыңғы бір роликтерімді айттым ба, айтпадым ба, немесе комментке жаздым ба, мынау Мұхаммедтің үмбеттері, сосын пайғамбарлардың үмбеттері сұраққа тартылмайды қияметтік тәртіп бойынша. Өйткені по плюсу деп айтылады. Негізінен алған кезде Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің үмбеттерін, мына өзінің баласын мүшриктерге құрбандыққа беру арқылы құтқарып кеткен. 5 уақыт намазы менен бұлардың энергиясы, яғни өрістік несі по плюсу деп айтылады. Яғни мына қазақтың өзінің коды бойынша F16 деп айтамыз. Мінекей сонда F16 болған кезде, яғни бұның человек измерениясында, макроклеткалық таным измерениясындағы несі қазіргі тәңіршілдер. Тәңіршілдер біздердің жаңағы тәңіршілдеріміз деп жүр ғой. Мінекей солар, бұлар енді не себепті бұлар тәңіршілдер жаңағы Құранды түсіне алмайды. Өйткені бұның бір саласы мынау жаңағы өздерінің тегін іздегендіктен, мынау көмеулік көпшік дейміз ғой, енді горизонтальный мирдің ақпаратымен жарақтанғандар. Бұлардың несі анау көпшік болғандықтан ақпараты солай болып келеді, өздерінің тілдеріне солай оралады. Жаңағыдай біз ұлт болуымыз керек, қазақ болуымыз керек. Жаңағы енді мен бұл жерде айтып жатырмын, мына 21-ші ғасырда бұл қазақ деген ел жоқ. Техногенді моңғолдарға айналып кеткен, түгел Фатиха сүресінің разработкасы кезінде. Енді олар мінекей жаңағы сол горизонталь әлемнің көпшілігіндегі информациямен жаңағыдай жарақтанғандар бар. Мінекей солардың несі оянып жатыр уже. Ал енді Иса пайғамбар бұл человек измерениясында өлтіріліп, адам измерениясында тірілді. Міне сондықтан бұның өтеміне технология берілген. Негізінен алған кезде мына Иса пайғамбардың амалымен күллі дүние, күллі әлем құтқарылып кеткен. Өйткені мына биологиялық әлемде Иса түгелдегі темірге айналдырып жіберді ғой.
әлемге мына технологияны алып келген осы Иса пайғамбардың ілімі негізінде. Мына жер бетіндегі адамдар ойлайды, бұны адамдар дамытып жатыр. Жоқ, олай емес. Құранда айтылады, біз адамды нәскүр жараттық дейді. Адам бұны дамытатындай, оны жарататындай халде емес. Оны мен өйтіп жатса болмайды. Одан кейінгі төрт ненің бірі мына кім? Мұса пайғамбар. Бұның несі Тәурат источниктері. Бұны не дейді? Бұның ілімін, Мұсаның ілімін дұға дейді. Дұға деген сөз былайша айтқанда мағрипат деп аталады. Исламның мағрипаты. Тәураттың разработкасы. Яғни мына измерениясы, нелері қазіргі мына ұстап жүрген соткаларыңыз, компьютерлеріңіз киберогенный дейді. Бұл Тәураттың жалпылама дұрыс айтасыз. Енді мұнда Құран микрокосмостық ілім болғандықтан 4 кітаптың жинағы десек болады дейді. Сол 4 кітаптың жинағы өзі де микрокосмостық ілім ғой, былайша айтқан кезде. Мына жаңағы мен айтып жатырмын, мына исламның несін жаңағы исламның діні деп жаңағы Құранды тек сипап өту емес, оны тану қажет. Мына Болат аға дұрыс айтып отырсыз. Өйткені оны тану қажет. Мынау исламның шариғаты деп айтылу керек Құран. Сосын кейін Інжілді исламның тарихаты деп айту керек. Одан кейін мынау Тәуратта исламның мағрипаты деп айтылады. Содан кейін мынау еврейский знания дейді. Бұлардың ішінде бұл енді будущий мирдің мынау F13 формула человек измерениясының ілімдерін алып келгендіктен бұның пайғамбары неден жаңағы Ибрахим пайғамбардың несі бойынша разработкасы негізінде бұлар ақиқат деп айтылады. Өйткені ол ақиқат екен ақиқат қой. Енді өйткені мына Фатиха сүресінің разработкасы бәрі соны 13-тің ішінен шығады ғой, 8-ші измерениядан. 9-да бұл уже жүйеленуге тиіс. 9-ші измеренияда. Қазіргі біздің тіреліп отқанымыз осы 9-ші измерения ғой. 8-ші дұрыс айтасыз. Өйткені макромодуль галактика микробиологиялық конструкция ананың құрсағы болып отыр дейді. Мінекей осы ананың құрсағына берілген мен айтып жатқан дүниеміз мынау жаңағы қопшыкты жинау. Қопшық қазақ дегеннің коды бұл қопшықпен байланысты болып отыр ғой. Өйткені неге десеңіз, Шыңғысхан бұның қан белгісімен туып күллі дүниені қанға бөктірген себебі мына жер бетіндегі өкілдер, жер бетіндегі нәсіл 3 түрге бөлінеді, оны жақсы білесіздер. Яғни европейт, монголоид, сосын кейін негроид деп кетеді. Ұшақ нәсілге сорт дейміз ғой, высший космический сорт. Осының басына барып тіреледі Шыңғысханның миссиясы. Яғни монголоид. Енді сол Шыңғысханның былайша айтқанда қан белгісіндегі миссиясы бұл кіндік функциясы болып саналады. Генетический коды. Енді оның ең соңы қазақ болып тұр ғой. Қопшық. Мінекей сондықтан ана Шыңғысханның ең соңы жаңағы анау ең высший нүктесі неге монголоидқа барып тірелсе, соңы Қопшыққа қазаққа келіп тіреліп тұр. Мына жаңағы Құран енді жер жаһанның ұрықтану бағдарламасы деп айтып отырмыз ғой, адам басымен жүйеленген кәллә бағдарламасы деп. Мінекей осы негізде жаңа жер бетіне қиямет қайым келіп отыр ғой. Осы негізде бұл қиямет қайым келіп отыр. Енді бұны игеру мәселесі, жүйелену мәселесі қалай туындайды? Яғни бұл мемлекет деген ту көтерілген кезде бұның жанында Құран тұру керек. По плюсу и по минусу дейді. Өйткені неге? Бұл 4 кітап жер ананың 4 бұрышына жіктеледі дағына. Бұл Құдайдың өзгермес заңы, Іблістің былайша айтқанда ілім-білімдері болып кетеді. Мына кітаптың өзі бұл Құдайдың былайша айтқан кезде уахимен келген кәдімгі өзгермес заңдылығы ғой. Ібліс оның періштелері болғандықтан оларды кәдімгідей мына ғылыми негіздік жиынтығы жасалады дағыны знания жаңағы космический сорт, оңы мен солын ажырататындар осы іблістік біліммен жарақтанып, сосын кейін бұлардың минусы мен плюсы ажыратылады. Оның жолындағы жаңағы мынау куәлігіміз бар, неміз бар дегендей.
амалымыз бар жасалатын. Міне сол негізде жаңағы Құранның оқылып тұру мәселесі бұл кәдімгі плюстік позицияға жатады. Енді мен сіздерге қазір бір нәрсені көрсетейін мұнда. Мына ібіліс деген не нәрсе деген кезде, бұл құндақтаулы сәбидің таңбасы. Құндақтаулы сәбидің таңбасы. Деген. Қазір оның жалпылама несі мынандай болып келеді. Деген таңба бұл құндақтаулы. Құндақтаулы сәбидің таңбасы болып келеді да. Мұндағы плюс аталмыш 4 кітап. Сонда мына жерден мінекей мынандай плюс деген таңба шығады. Мінекей мына жерде плюс деп осылай айтылады. Осыдан келеді жаңағы ібіліс деген сөз осыдан тарайды. Яғни плюстік позиционер. Яғни мінекей мына Болат аға дұрыс айтып отыр. Яғни о дүние дегеніміз жаңадан бастап ұрықтанып ұрпақ жарату деген мағынаны білдіреді. Біздер оны не деп оқимыз? Мына көпшіктің қожайындары о деп оқиды. Ал періштелер оны с нуля деп айтады. Разработчик періштелер жаңағы мына ортаңғы вибрациядағылар. Өйткені мына 18 мың ғаламның несін кешегі разработка заманында оқып өстік қой. Жаттап өстік, жазып өстік. Мен ана жаңа 17-18 роликтарымда оны айтқам. Яғни оны да көрсеттім де. Оны көрсеттім де былайша айтқан кезде. Жаңағы рух деп оқиды, дух Бога деп айтылады. Негізінен алған кезде бұл рух деген кезде біздер оны ыр деп оқимыз, бірақ ол ана негізгі несі ағылшынша таңбасына көшіп кетеді мұндағы ыр деген таңба. Анау зеркальное отражение дейді. Енді бұл жерде мына 4 тақты крестің таңбасы негізі ол крест емес. 16, 19, 61, 91. 4 тақты мына қазақтың өзінің кодына байланысты 16 жаңағы F16 деп айттық қой қазақтың өзі. Тәңіршілдердің несінен шыққан. Негізінен алған кезде мына көмілген көпшіктің былайша айтқанда мәтіні сосын кейін вертикалды әлемде носительдер деп айтылады ғой. Вертикалды әлемде ол носитель деп аталады да, көмілген кезде по горизонталь. Бұның өзі жаңағыдай бір мына неге көшіп кетеді. 4 тақтының өзі аталмышына цифровой дүниенің өзі. Мына проходящий звездно-космический сигнал через көпшік деген кезде бұның вертикалды түрі бар, сосын горизонтальный түрі бар. Горизонтальный түрі голографиялық деп аталады. 4 түрге бөлінеді. Голографиялық, сосын голограммалық, сосын графикалық, сосын призмалық деп аталады. Бұлардың ішінде голографиялық деп отқаны мына қазіргі технологияның ішінде вертикалды әлемде бар. Голографиялық бейне. Сосын кейін голограммалық деген бар. Ол да жаңа мына түс ұйықтаған кезде, сосын мына неған кезде түс көретіндер бар ғой. Түс көреді, немесе жаңағыдай күллі елестер көреді. Мінекей осындай нәрселер бар. Одан кейін графикалық деген бар. Бұл художество мүсін. Художество мүсін болып саналады. Содан кейін призмалық қима дейді. Призмалық қима деген сөздің өзі жаңағыдай. Мынау қалай десе болады мұны. Осы 4 түрлі нәрсе бар. Бұның өзі мына вертикалды әлемге, сосын кейін горизонталь әлемге, проходящий энергия через көпшік деген кезде бұның өзі осыған ыдырап кетеді. Осыны айыра алмай көбісі жаңағы әруақ, жын, шайтан дегендердің осылардың осы елестермен шатыстырады. Енді бұларды жаңағыдай анау түсіне кіріп аян беретіндер бар. Сосын жаңағы елестер бар, көзіне елестейтін. Мінекей осылардың осындай бейнесін